кездесуге. Қойш, кездесуге. Кім шақыр? Анау бала ше. Қай бала? Анау ше. Өзім айтамын. Реакция жібере беретін бала ма? Жоқ. Енді кім? Анау бала ше. Қазір айтамын. Қай жігіт еді сені? Жылына бір рет туған күнмен құттықтайтын бала. Ой, жоқ. Енді кім? Өзім айтайыншы. Қате жазатын бала ма? Жоқ, емес. Енді МГУда оқитын бала ше. Москва. қойш. Сол жаз. Ол Алматыға келді ма не? Алматыға кетті. Қайда барасың? Алматыға. Алматысыз. Ресторан Алматыға. Күшті. Кстати, сен оны ақын деп педің, е? Сондай ғой, енді ол кісілердің талғамы жоғары ғой, романтик. Бір ақын десе есіме Бақытжан түсіп кете береді. Жанар, қайда Бақытжан? Саған уже Бақытжанды ұмытатын кез келді ғой. А сен болсың сол Бақытжан деп қоймайсың. Жоқ, Бақытжан өзі ақын болмаса да, маған өзі шығарғанда оқып береді. Вот тем более ол тіпті ақын да емес болатын. Ал қазір сенде білесің бе возможность. Кенже, сен түсінші, былай қарасаң, оныкі дұрыс емес. А былай қарасаң, менікі дұрыс емес. Қойш. Кенже, мен өзім білем ғой. Мен айналып келіп Бақытжанға баратын сияқтымын. Қайдағы Бақытжан, Жанар, не глупи, пожалуйста. Қайдағы Бақытжан, сенде қазір возможно. Ол кісі сондай керемет адам ғой. Сен қазір неден айырып қалатынын біліп отырсың ба, Жанар? Мен Ақтілекке бармаймын. В смысле? Шын айтамын, бармаймын. Қалай бармаймын? Мен Бақытжанға жазамын. Жанар, сен есің ауырсың қағасың. Қайда бармаймын? Жоқ, Кенже, пожалуйста. Жоқ, мен алмағам. Жоқ, Жанар. Кенже, пожалуйста. Жоқ, Жанар. Кенже, пожалуйста. Кенже. Бағана айтқандай, дым уайымдамайсың. Өзің сөйлескендей сөйлесе бер, хорошо? Сол өзің сөйлеспеген болып тұр ғой. Енді бақа, мынау тойдың гүл сияқты. Так бүйтейік. Сұмдық уайымдау. Мен саған бағана айтқандай бақа, ең бірінші впечатление дедім ғой. Впечатление дедім. Естеймін мен оған. Не деймін сонда? Өзің боласың, өзің сөйлескенде сөйлесе бересің. Бақа, анау келатқан солай деймін. Дым уайымдама, осы жерде отырамын, мына жерде отыр. Бақытжан, е? Камила, е? Мынау сізге. Рахмет. Қош келдіңіз. Дауысыңыз телефоннан қарағанда басқалай естіледі екен. Телефон сондай емес. Дауысты басқаша естірді. Кеше кітапханаға қалай барып қайттыңыз? Кітапханаға? Иә. Жақсы барып қайттым. Шабыт алып қайтқан шығарсыз, е? Не болған? Қалай не олға? Жаңа өлеңіңізге? Мен өлең жазам ба еще? Ой, ақындар қызықсыздар. Иә, өлең жазасыз. Иә. Және де бүгінгі кездесуде сол өлеңді оқып берем деп уәде берген болатынсыз. Оқып беретін шығарсыз. Иә, оқып берем ғой. Ол өксіген қарс айырып көкірегін. Үйренісіп өзіңе кетіп едім. Маған қиын болады жалғыз қалу, қалшы осында. Қала ғой өтінемін. Өмір үшін, о мейлі құмар үшін, ол қимады жанының жұбанышын. Маған қиын болады жалғыз қалу, ей тас жүрек. Сен соны ұғамысың? Ал сен кетіп қалдың. Құшағында жазғалды қоңыр түннің, көз алдыңда көйлегі оның күлгін, саршаш күз кездесті бұрын тегі, күз көрмеген секілді сен ұмтылдың. Жабығып жүр, қажып жүр демесін деп, күлген болып сол баққа енесің көп, жаз кіреді түсіңе, шошып тұрып күздің суық ерін өбесін кеп. Сары күзге сенбейсің, шүбәлісің, сыбырлайсың, қанжылап тұрады ішің. Маған қиын болады жалғыз қалу. Ей, тас жүрек, сен соны ұғамысың? Қалай? Керемет. Осы өлең жазып, біраз қиналдым кәдімгідей. Бәсе білініп тұр. Сіз
сондай талантты адамсыз. Өзіңіз өлең шығарасыз, еще ән айтасыз. Ән? Иә. Ән артықтау болды ау осы? Жоқ, сіз маған профессионалды деңгейдегі әншілігіңіз бар. Енді кішкене былай. Алия! Ән айтасыз, иә. Қабылдамасы секрет ғой. Иә, ән айтамын дедіңіз, сіз ән шығарасыз, оның өзін жазасыз, оны өзіңіз жазасыз. Енді, білмеймін, Ән болғанда ол. мына жерде как раз живая музыка барлығы айтып жатыр. Мүмкін енді маған арнап бір... Ой, ағай, давай. Ағай, кешіріңізші, ұштайсыз. Жақсы. Неше түрлі адамдар бар еді. Өтірік айтатын адамдар бар. Әншілер бар. Жақсы, енді маған арнап ән айтып беретін шығарсыз. Бұндай мүмкіндікті беруге Ән болады. айтамын ғой, просто амам сәл неғып тұрды да. Жаңа өлең оқығаннан ба сәл? Ештеңе етпейді, мен барлығын өзімнен басты шын жүректен айтсам. Маған арнап енді ән айтып беретін шығарсыз. Прям сізге болатын болса, сен келерсің бір. Так, Камила, еске шынымды айтайын, мен сен үлкен кешірім сұрайын. Сізбен сөйлескен мен емес, менің досым мынау Ғасырбек деген. Ғасыр, кешір. Қой жоқ, брат, сен танымай тұрсың мен атым Сәбит. Так, Камила, так, бір минут, иә, Камила? Так, Ғасырбек, ей, тағдыр ғой, бұл тағдыр ойлашы, менің Тағдыры. Ей, маған жанар жазып жатыр мынаяқта. Шетлене ғой ұмытпасай. Так, Камила, кешірім сұраймын сізден, қуаныштымын танысқаныма. Так, өте, мынау гүл қатты керек емес деп ау сіздерге. Әпере саласың ғой. Так, бақытты болыңыздар. Жаңа ұмытпа, пешетлене. Я. Камила, жаңа негізі түсініспеушілік болды, негізі ортада. Жаңа негізі мен Баханың орнына сізбен... Жақсы, ақталмай қойыңызшы. Бақытжан Есенғали Раушановтың өлеңін оқып жатқанда мен біліп қойғам ол емес. Сол үшін олай ақталмай қойыңыз. Өте қыс болды, Иә, мен бара берейін. Мүмкін отырармыз? Камила, өтініш сізден. Отырып кішкене әңгімелесейікші, сөйлесейікші. Жақсы, көрейік. Сонымен айта беріңіз. Жоқ, сіз айтыңызшы. Жоқ, айтыңыз. Жоқ, сіздің айтқаныңыз дұрыс болды. Сонымен бәлкім ән айтып берерсіз. Ол қалай болады екен ол? Білмеймін, музыканттар кетіп қалған сияқты мына рестораннан. Жақсы, айтып берейін.